Ертеде бір мақта қыз деген қыз болыпты. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз: «Келмесең келме», деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп: «Неге шақырдың?» деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сонан соң мысық: «Ендеше сүтіңді төгемін. Ал мен құйрығыңды кесіп аламын». Мысық сүтті төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. «Апа, құйрығымды берші. Менің сүтімді қайтар, сонда құйрығы беремін». Мысық сиырға барады. Сиыр, маған сүт берші. Маған жапырақ әкеліп берсең, мен саған сүт беремін». Мысық ағашқа барып: «Ағаш, маған жапырағыңды берші. Маған су әкеліп берсең, мен саған жапырақ беремін». Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. «Қыздар, маған су беріңіздерші». Қыздар оған: «Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз». Мысық дүкенге барады. «Дүкенші, маған сағыз берші. Маған жұмыртқа келіп берсең, саған сағыз беремін». Мысық тауыққа барады. «Тауық, маған жұмыртқа берші. Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз». Мысық: «Енді не қыламын?» деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. «Жаныңның барында айт. Үйіңде не бар?» Тышқан қорыққанынан: «Үйімде бір уыс тары бар. Маған бір уыс тары бер». Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысықтарына апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр сүт береді. Сүтті апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын қайтарып береді.